10-шы дәріс сөз жасам нормасы, сөз жасамдық талдау. Қарастырылатын мәселелер: сөз жасам нормасы туралы түсінік, сөз жасамдық талдау, оның мақсаты, сөз жасамдық талдау жасаудың жолдары. Сөз жасамдық норма дегеніміз не? Біздің тіліміз әдеби, белгілі бір жүйелі, өзіне тән нормалары бар тіл. Яғни тілде қандай да бір заңдылықтар, қалыптасқан үлгілер бар. Оны тілдің әр деңгейіне байланысты лексикалық, морфологиялық, орфографиялық, синтаксистік нормалар деп бөлуге болады. Осы тілдің саласындағы түрлі нормалармен қатар сөз жасам нормасы да болатындығы заңды. Сонда норма дегеніміз әр саланың өзіне тән қалыптасу мен даму заңдылықтары. Жалпы алғанда норма ұғымы тілдегі дұрыстық, жүйелілік, жиілік, дағды, дәстүр деген ұғымдармен тілдің заңдылықтарымен тікелей байланысты. Тілші ғалымдар тілдегі норманың негізгі критерийі ретінде тілдегі сол сөздің немесе тіркестің жиі қолданылуын, белгілі бір қызмет атқаруын, тілдегі сөз жасам үлгілеріне сай болуын қарастырады. Мысалға, фонетикадағы түрлі заңдылықтар, сингармонизм, ассимиляция, морфологиядағы жалғаулардың бірінен кейін бір жалғанатындығы, әрі жүйе, әрі норма. Бұл жерде жүйе мен норма бір-біріне сәйкес келіп тұр. Ал енді мына мысалдарға қарайық. Осы жерде нормаға сай келе ме, жүйеге лайық па? Мысалға, 20-шы деген сөзді алайық. Бізде реттік сан есімнің негізгі жұрнақтары сыншы емес, ыншы, інші, ныршы, ніші болып келеді. Ал бұл жерде 20 сыншы болып тұр. Сонда с деген қандай тұлға? Мысалға, басқа ондық сандарды алатын болсақ, 10-шы, 30-шы, 40-шы дегенде бәрінде ыншы, інші жұрнақ жалғанады. Ал 20-ға келген кезде бұл нормаға сай келіп тұрған жоқ. Бұл жерде с деген басы артық форма болып тұр. Демек, ол жүйеге сәйкес келіп тұрған жоқ. Бірақ енді жиі қолданылу барысында бұл сөз осылай айтылып, осы қолданысы, осы айтылымы нормаға айналып кетті деуге болады. Көбісі деген сөз алайық. Бұл сөзді неге көбісі деп аламыз? Көбі деп алмасқа. Көбі десек те тура осы сөздің мағынасын береді. Бұл жерде с деген басы артық, жүйеге сәйкес келмейтін тұлға болып тұр. Бірақ бұл да қолдану барысында нормаға айналып кеткен, себебі көпшілік осы көбі деп емес, көбісі деп қолданады. Лездеме деген сөз. Орыс тіліндегі летучка деген, яғни жылдам өткізілетін жиналыс мәнін беретін сөз, лезде деген сөзден қалыптасқан. Ал енді соған ме деген жұрнақты қосып, бір қарама қарсылық мән үстеп тұрған секілдіміз. Дегенмен, бұл да осы қолданыста жүйеге сай келмесе де нормаға айналып кеткен деуге болады. Демек, жүйе мен норма әрдайым бір-біріне сай келе бермейді деген сөз. Куәгер деген сөзді алайық. Куәгер. Бұл да біздің қолданысымызда осы қалпында нормаға сай сөз сияқты болып қолданылып кетті. Жалпы алғанда ол негізі дұрыс емес. Себебі куә болудың негізін осы куә сөзі де бере алады да, гер деген басы артық тұлға болып тұр. Куә. Куә деп свидетель сөзінің мәнінде қолдануға болады. Сондай-ақ кейбір жұрнақтардың жалғануында, сөз жасамдық тұлғаларда бір нормадан ауытқушылықтар, жүйеге сәйкес емес қолданыстар кездеседі. Мысалға, дихан деген кірме сөз, екінші сөзінің мәнін беретін, бұрыннан қолданылып жүрген сөз. Біз осы сөздің өзі сол екінші сөзінің мәнін беріп тұрғанына қарамастан, оған алып барып диханшы,
немесе дихангер деген қосымшаны қосып қолданып жүрміз. Бұл негізі дұрыс емес. Ана тілде нормадан ауытқу болып табылады. Сол секілді қазылық ету мәніндегі қазы сөзінің өзінің негізгі мағынасы ол әділдікпенен қара қылды қақ жару мәнін беретін болса, оған біз апарып тағы да әділ деген сөзді қосақтап, басы артық қолданыс жасап отырмыз. Негізі қазылық ететін адамның барлығы әділ болуға міндетті болғандықтан, оған әділ деген сөзді апарып қосу нормаға сай келмейді. Сол себепті тілде жасалған туынды сөздер тілдің заңдылығына, жүйесіне сай ма, одан кейін осындай норма болып қалыптасты ма, қалыптаспады ма деген мәселе әлі де зерттеуді қажет ететін проблемалық мәселе. Себебі басқа сөздерімізде осындай нормаға сай емес, тілдің заңдылықтарын бұзатындай түрлі мысалдар көптеп кездеседі. Келесі мәселе сөзжасамдық талдау. Біз сіздерменен сөзжасам саласындағы бүкіл бірліктерді, негізгі ұғымдарды талдап өттік. Соның негізінде толық сөзжасамдық талдау үлгісін жасап көрсек болады. Сөзжасамдық талдаудың үлгісі 12 пункттен тұрады. Осының ішінде бүкіл сөзжасамға қатысты деректерді қамтылған болады. Мәселен, бірінші туынды сөздің мағынасы не болады? Мысалға, еңбекші деген сөзді алатын болсақ, ол еңбекші сөзінің негізгі сөз ретіндегі мағынасы белгілі бір іске, кәсіпке адамның бейімділігін көрсету мәні. Кәсіп, әнші, биші, малшы деген сияқты соларға тән ортақ мағынаны беріп тұр. Белгілі бір іске, кәсіпке бейімділік немесе белгілі мамандықтың атауын білдіру. Екінші, туынды сөздің сөзжасамдық негізі еңбекші сөзін алып отырмыз. Мұндағы негіз еңбек болатын болса, еңбек формантымыз ші болады. Енді сөзжасамдық тәсілі қандай дегенде, үш тәсілді көрсеттік: синтетикалық, аналитикалық, лексикосемантикалық. Соның ішінде бұл мысалымыз синтетикалық тәсілмен жасалып отыр. Жасалу жолы қосымша арқылы деп көрсетеміз. Сөзжасамдық қосымшаның мағынасы қандай дегенде, мағынасы кәсіп, белгілі бір іске бейімділік немесе субъектілік мән беру. Қосымшаның мағынасы, шешенің мағынасын аламыз. Келесі, қызметі сөз тудыру, толыққанды сөз жасау, шығу тегі қазақтың төл қосымшасы, сандық сипаты жағынан өте көп сөз жасайтын болғандықтан өнімді қосымша, сапалық тұрғыдан алған кезде әрдайым белсенді қолданылып, актив қолданыста болғандықтан құнарлы қосымша деуге болады. Туынды сөздің сөзжасамдық жұбы немесе қосағы еңбек, еңбекші деп аламыз. Сөзжасамдық ұя сөзі еңбек болады. Ұя жұбы еңбек, еңбекші. Ұя тізбек, ұядан тізбек тарататын болсақ, еңбек, еңбекші, еңбекшілік десек, үш сөздікпен тізбек жасалады. Жарыспалы ұя, аралас ұяларды оны толыққанды ұя жасап қана көруге болады. Бұл жерде еңбек сөзінен басқа да сөздер таратсақ, сонда жарыспалы ұя, аралас ұялар шығады. Келесі, сөзжасамдық тізбегі еңбек, еңбекші, еңбекшілік тізбек болады. Сөзжасамдық сатысы. Саты көлденең қатарда қанша сөзге дейін жасалады. Оған негіз сөз кірмейді, еңбек кірмейді, еңбекші бірінші сатыдағы сөз, еңбекшілік деп алатын болсақ, екінші сатыдағы сөз, одан артық сөз туындамайды. Сөзжасамдық тарамы. Сөзжасамдық тарамы ол бір сатының ішіндегі тік қатардағы сөздерге байланысты. Мәселен, схеманың
жазып қоятын болсақ, мысалға негіз сөз еңбек болатын болса, еңбекші, еңбеккер, еңбекші, мына жерге бір сөз қосайық, еңбекшілік, еңбекші, еңбеккер, еңбекқор деуге болады. Еңбекқор дегеннен еңбекқорлық тарайды. Сонда сатысы бір сөз, екі сөз, үш сөз. Бірінші сатыда үш сөз шықты. Осы үш сөзіміз бірінші тарамды құрайды, себебі шығу негізі бір ғана еңбек сөз. Екінші сатыда 1, 2, 3 сөз шықты. Үш сөз, бұлар үш негізден тарап тұрғандықтан үш тарамды құрайды. Үшінші сатыда сөз жоқ деген сөз. Саты көлденең қатарда тізбектеліп қанша сөз шығуына байланысты болатын болса, сөз жасамдық тарамы бір негізден тараған ұядағы сатының ішіндегі сөздердің жиынтығынан шығады. Яғни негізі қанша болса, сонша бір сатының ішінде сонша тарам болады деген сөз. Келесі сөз жасамдық типі. Тип, мысалға, еңбекші, жұмысшы деген сияқты бір сөз табынан жасалған, сол бір қосымшамен жасалған сөздерді бір тип деп аламыз. Сонда еңбекші, жұмысшы, әнші, биші деген зат есімге жасалған сөздердің барлығы осыған тип құрайды. Келесі сөз жасамдық үлгінің екі түрі бар: біртектес үлгі, әртектес үлгі. Біртектес үлгіде еңбекші, еңбеккер деген екі қосымшамен алсақ, негізі бір болғандықтан біртектес үлгі. Әртектес үлгіге еңбекші, осыған ұқсас сөзді алсақ, еңбекші деген сөздің мағынасын беретін басқа сөз алатын болсақ, мысалы, еңбекші, жұмыскер деп алсақ, онда әртектес үлгі болады. Немесе еңбекші, еңбекқор мағынасын алатын болсақ, ол да әртектес үлгі болады. Сөз жасамдық перифраз деген осы туынды сөзді екінші сөзбен беру. Мысалы, еңбекші дегенді еңбек етуші адам деген мәнде айтатын болса, осы сөздің сөз жасамдық перифразы болады. Жалпы алғанда сөз жасамдық талдау үлгісі осындай. Назарларыңызға рахмет. Біз осымен сөз жасамға қатысты дәрістерімізді аяқтаймыз. Істеріңізге сәттілік